Республикалық қосымша білім беру оқу орталығы мектеп парламент мүшелерінің арасында балалар жылына арналған өмір сүр ғаламшар атты экологиялық акциясына белсене қатысуда. Атап айтсақ, біздің мектебімізде жас экологтар Шымкент қаласы білім басқармасына қарасты экологиялық орталықтың ұйымдастырған іс-шараларына белсене атсалысып, қатысып жүлделі орындарға ие болған болатын. Оқушылар арасында өткізілген табиғатты аяла жас өлкетанушы экологтар мен табиғат зерттеушілерінің қалалық форумының Қазақстанның флорасы мен фаунасы трейді номинациясы бойынша мектебіміздің 7-ші сынып оқушысы марапатталды. Және де оқушылар арасында өткізілген 1 сәуір халықаралық құстар күніне арналған Орнис 2022 жас орнитологтардың қалалық сайысының құстарға қамқор болайық номинациясы бойынша мектебіміздің саттар қырандары тобы марапатталды. Және де оқушылар арасында өткізілген табиғатты аяла жас өлкетанушылар экологтар мен табиғат зерттеушілерінің қалалық форумының жасыл оазис номинациясы бойынша мектебіміздің 10-шы сынып оқушысы марапатталды. Баршаңызға балалар жылына арналған өмір сүр ғаламшар атты экологиялық акциясына қатысуға шақырамыз.